комментарийлерді оқып әрине бізде ет пен сүйектен жаралған адамбыз ғой, ауыр сөздер жазылып жатады. Маған айтпақшы, сен қазір Қайрат Нұртастың әйел түрісің ғой дейді. Неге десең, комментарий негатив жазылып жатыр, ешқайсысына қарамай тіке кетіп бара жатсың дейді да. Иә, шын мәнінде негатив жазған адам өмірде мені көреді да, мен сол уақытта қателескен екенмін. Сен өмірде мүлдем басқа адам екенсің ғой деген ой да өзгеріп жатады кейде. Мысалы Қайрат, өзіңіздің жетекшілік етуіңізбен үйде беріп отқан жаңағы тізгін, баласы атқа шапса, анасы тақым қысып отырады дегендей. Барынша мотивацияңызды бердіңіз, көмектестіңіз, керек жерде қолдадыңыз, бірге жыладыңыз, бірге қуандыңыз. Сол сияқты ғой, негативқа көңіл бөлме, жамандап жатса, естімеген адам сияқты кете бер деп. Дәл қазір мен сол Қайраттың күнін кешіп жатырмын. Осы нәрсе сені нете ма дамытуға итермеледі? Сәлеметсіз бе? Есіңізге түскен жоқпын, мен сіздің рилсіңізді шығарған едім. Соңғы помните, Тараздан келдім. Рахмет, қуаныштымын. Үлкен рахмет. Тараздан келіп жатыр, Шымкенттен келіп жатыр, Ақтаудан, неден көп, Астанадан көп келіп жатыр қонақтар. Сізге үлкен рахмет, потому что сіз менің сторисімді өзіңізге парақшаға салған кезде мен қатты қолдауды сізден қатты сездім. Сол үшін де мен де сізге өте қатты кинода қатты қолдауымды беремін. Рахмет жан. Қазақты қолдамағанда кімді қолдаймыз? Айтам өзім, 5 тер қазақпыз. Оның ішінде қазақша сөйлейтін бір 2-3 теріміз. Сондықтан біріміз жамандамай қояйықшы, бірімізді қолдай салайықшы. Қысқа ғана қамшының сабындай өмірде бірімізді сыйлап өткен ежетсін. Біздің өзгеге жасаған жақсылығымыз ол балаларымызға, ұрпақтарымызға барады. Міне көрдіңіз ба, мына бәрі белгі ғой. Бірден қазағымызды өне шыға келді. Сондықтан да қуаныштымын. Біз қатты қуаныштымыз. Сіз мықты әйелсіз. Мен сізге просто тамсанамын. Просто керемет жансыз. Атышулы Мөлдірмұханның интервьюсын көрген шығарсыздар. Енді шын керек бәріміз көрдік. Ол бүкіл елге тарады дегендей. Мен де оны көрдім. Өткенді алыс адамдар емес. Сондықтан маған как-то каждый адамның семьясында не болып жатқан нәрсе маған мүлдем қызық емес. Не болғанын да мен білмеймін. Бірақ ал қандай жағдайда екен, не үшін ондай болды екен деп өзі айтқаннан кейін мен жаңағы қарадым. Енді бұл кино сол интервьюдің кино түрі деп айтсам болады. То есть бұл кинода сол интервьюда айтылған бүкіл сұрақтар көтеріледі. Көтерілгенде бір ирониямен, сондай бір романтикалық оқиғалармен, жаңағыдай астармен деген сияқты осылай айтылады соқтап интервьюдағы бүкіл эпизодтар. Енді әдеттегідей мен байқаған минустарды айтайын, онсыз никак болмайды. Енді біз бағаны басқа кинолармен жаңағыдай салыстыра айтамыз дедім ғой. Салыстыра келгенде әрине актерлық құрамда делік бірінші. Актерлық құрам слабый. Өйткені ішінде кинода көп опыттары жоқ адамдар. Тіпті танымайтын біреулер жүр вообще. Мен білмеймін, мүмкін Мөлдір ханымның подружкалары ма, компаньондар ма, или спонсорлар ма бұл киноның. Мен білмеймін кім екен ол кісілердің, мүлдем. Енді көрініп тұр ешқандай актерлік жаңағыдай өнерге қатысы жоқ адамдар. Сосын журналистер жүр, енді Астананың менімен деген ханымдары жүр. Енді бұл наверное маркетинг шығар деп мен ойлаймын енді бір жағынан. Екінші жағынан, бірақ бұның кері әсері болды. Өйткені киноның шынайылығына кішкене әсер етті деп мен есептеймін. Актерлық құрамның ішінде тек қана кино әлемінде кішкене тәжірибесі бар Ақерке Арыс, и то ол да профессионалды актер емес. Бірақ дегенмен осы кинодағы әйтеуір бір күлетін жерлерді сол қыз ғана алып шыққан екен. Басқа ешқандай күлетін юмор, бір сатира ештеңе ішінде жоқ. То есть бұны комедия деп те біз айта алмаймыз. Өйткені ішінде комедия өте аз, тек қана сол Ақеркенің арқасында ғана көңіл көтеретін бір моменттер бар. Ну вот сол. Потом ішінде жаңағы блогерлар жүр. Теритима, анау актер, модель жігіт жүр. Мен клипімді түскен кезінде. Вот сондай адамдар жан-жақтан жиналған и сама вообще идея, мен ойлаймын, кино үшін, бүкіл халыққа көрсететіндей, миллиард жинайтындай кино үшін сама идея слабая негізі, бір басқаша идея ойластыру керек еді негізі. Мен байқаған бір минусты айтқым келеді, бұл костюмердің жұмысы. Но одежда, конечно, в фильмдегі, это, конечно, стоит внимания, да. И бұндай киімдерді, мен есімде болса, осыдан бір 10 жыл бұрын бізде кино түсіріп бастаған кезде, Баян Есентаеваның кинолары, Мөлдірлер түскен, Қайрат Нұртастың кинолары, когда только начиналось кино деген индустрия, да. Вот сол кезде сондай киетін киімдер. Но қазір уже ол заман өтіп кетті. Қазір біз уже более басқаша бізде көзқарас, да. И поэтому современный кино деп есептейтін болсақ, современный киноға бұл костюмдер, то есть кез келген әйелдің киген, еркектің киген киімдері мүлдем жарасымсыз. Как бы некрасиво. Киноны арзандатып тұрады деп айтсам артық болмайды. Сосын көзге оттай басылған, құлаққа оттай басылған, то есть айтсақ болады, бұл дубляж. Киноның дыбысталуы. Бізде кино білесіздер, дыбысталады, үстінен жазады дауыстар. Кейбір кинолар тікелей сөйлейді, кейбір кинолар үстінен дыбысталады. Енді бұл жерде мен актерлардың сөйлегенін, жаңа кәсіби ондай сөйлегенін айтпай қояйын. Ол потому что актерлар емес қой ол жерде. Сахнадан оқымағандар ғой көбі. Жалпы качество звука, да, и то, что, например, вот столға телефон түссе, ол тық деп түсу керек, да, ал телефон түседі и дауыс жоқ.
бірдеңе құлайды, оның дауысы жоқ. Мен осынан кейін біз ол кісімен қабылдасқан жоқпыз, бірақ негізі сол сын айтылған кезде бірден келесі күні маған ол кісі жазған болатын дайректке. Менің сол әрін енді оқыған ғой, енді көріп жүрген ғой енді барлығы. Сол кезде менің әр пікірімнің астына, мысалы бір пікірге мен ана айттым ғой, костюмдер туралы айтқан кезде ол рас деп жазды. Ол рас енді деп. Сосын мен дубляж туралы айттым. Дауыстың, дубляждың сапасы шамалы деп айттым. Сол кезде айтты, біз дубляж жасамаған едік деді. Көрдіңіз ба? То есть ол кісі полностью өзінің жүрген қателіктерін кәдімгідей мойындап айтты ол жерде, осындай қателіктер болды деп. Болды. Сосын мен айттым еще енді мен ешкім шақырмайтын шығар киноға дегенде, жоқ, біз сені шақырамыз деп жаңағыдай солай айтты. Болды. Негізі сол жерде бітіп қалған тема. Оны мына хейтерлар қалай шулатып, бір-бірімізді салыстырып, жаңағы бақтарды теңестіріп, енді ол дейтін өте кішкене қатты тиген нәрселер болды. И сол ретте мен жаңағыдай бақ туралы әңгіме айтқан болуым керек, и ол әңгіме ол кісіге ұнамай қалған болуым керек. Бірақ енді мен ойлаймын, өзінің ісіне сенімді адам, шығармашылықтың адамы ондай сын нәрселерге қалыпты қарау керек, оған үйреншікті болу керек. Ол әрбір нәрсеге ренжи беретін болса, онда яғни ол сахнаға дайын емес деген сөз. Мен өте сабырлы болдым, мысалы. Өйткені ондай нәрсені кез келген әртіс адам ондайға дайын болу керек негізі. Сосын мен айтамын, мен бірдеңе бүлдіріп болған жоқпын ғой, андай бір ұятсыз бірдеңе. Біреудің бір күйеуін алып кеткен жоқпын. Или тағы да деген сияқты бір жұрт қарғайтын да. Ойбай, құрсын кино туралы пікіріңді айттың ғой. Сен неге соншама уайымдайсың? Ол кәдімгідей уайымдап кетті, шын айтайық. Иә. Бірақ сосын барып, сенде нормально ма деп маған қайта сондай өтіп жүрді. Вообще нормально. Сен тым да уайымдама деп оған айтып қоямын ғой. Сондықтан мен дейтін айтамын ғой, мен ментальный детокс дейді ғой. Менталдық детокс деген бар да. Мен соны өткен адаммын. Ментальный детокс дейтін вообще көп адамға өте сондай қажетті нәрсе. Ол мынау сыртқы әсер етуші факторларды қатты өзіңе қабылдамау. Білесіз ба, сіз өзіңізге сенімді болуыңыз керек. Біріншіден, мен әрдайым айтамын, мен ойланбай сөйлемеймін. Егер айтсам, мен айтамын, мен айтқан сөзім атқан оқтай. Мен әр сөзіме өзім жауап беремін. Мен киноға сын айтқан кезде мен режиссердің отбасылық жағдайына, финансовый жағдайына, ол кім, заслуженный, незаслуженный, знаменитый, незнаменитый деп мен қарамаймын ешқашан. Мен киноны көрем, өзім ойымды айтам. Болды. И ол дұрыс, осылай болу керек. Мысалы, мен знаменитый режиссерға керемет деп айтып, енді бастап жатқан неге айтсам, жаман деп, это будет несправедливо. А мен барлығына бірдей айтам. Айтам өзім парақшамда, өзімнің ойымды айтам. Болды. Одан қазақ кино индустриясы өзгеріп кетпейді. Қазақ елі бір жаққа көшіп кетпейді. Ештеңе өзгермейді ғой. Тек сіздер осындай өсекті тасисыздар. Жұрттың бәрі шулап жатыр. Ойбай, мына видео тиктокта жүр деп. Ну, конечно, егер оны скриншоттап алып тиктокқа салатын болса, тиктокта жүреді да, енді не істейді енді басқа. Мәселе оны шулатуда емес қой. Суть, опять же, да, возвращаемся в суть әңгіменің, что мен не айтып отырмын. Келесіде киноны қараған кезде қандай элементтерге мән беру керек деген сияқты адам бас істейтін адам соны ұғып алу керек. А бас істемейтін адам ол әрине өсек іздейді. Ол сондай бір-біріне адамдарды бүйтіп түйрекелесіп қарсы қойып қойғысы келеді. Бүгін біз Мөлдір Мұхановаға разбор жасаймыз. Мөлдір Мұханованың туған күні дата рождениесіне қарайтын болсақ, бұл кісінің характері өте жұмсақ, адамдардың көңіліне қарайды, ешкімді ренжіткісі келмейді. Сол себепті осы уақытқа дейін отағасының абыройы, Тұрсынбекті жек көріп кетпеңіздер, Тұрсынбек өзі талантты адам, творчествосына зияны тимесін деп өзін емес жұртты ойлайтын кісі. Энергиясына қарайтын болсақ, энергиясы өте басым, барлық жерге энергиясы жетеді. Бұл кісі 2 жер, 4-5 жерде де жұмыс жасай алады, денсаулығы да жақсы. Бұл кісінің жетсіз жоқ. Психоматрицада жетсіз жоқ әйел кісілер, бұл кісілер ер адаммен сыналады, яғни сенгіш болады. Бұл кісінің удобствосын пайдаланады. Бұл кісіні жалпы пайдаланып кетеді. Және де бұл кісі Тұрсынбек Қабатовқа мен даже мусор төккізбеймін. Тұрсынбек Қабатов өнер, бұл халықтың адамы деп Тұрсынбек
тіпті биікке көтерген. Және де оған не жауап береді? Жауапкершіліктің бәрін өзінің мойнына артып алған. Бала шаға, үйдің тірлігі, барлық нәрсені өзінің мойнына артып алған. Себебі жауапкершілігі өте жоғары, качество семьянина. Отбасыға деген кезде бүкіл жауапкершілікті өзінің мойнына артып алған. Және адамда миссия болады 35-40 жасқа дейін және 40 жастан кейінгі миссия. Бұл кісінің миссиясы, бұл кісі енді көтерілейін деп тұр. Әлі бүкіл телевидение, бүкіл каналдарда, ютубта тек Мөлдір Мұханованың аты шығады. Потому что бұның творчествосы, бұл кісінің актрисалық жолы өте жоғары болайын деп жатыр. 5 жылдық прогнозға қарайтын болсақ, енді жоғарыда энергетический потенциал на высоте және подъем, высокий подъем болады. Бұл кісіде өте жоғары дәрежеде көрсетеді. Бұл кісіге мен удачи тілеймін. Бұл кісінің код поведениясына қарайтын болсақ та, бұл кісілер өзін реализовать етеді. Дизайн, фотография, стилистика барлық жағынан бұл кісі жоғары дәрежені көрсететін болады. Ал Мөлдір Мұханова ханым, сізге алға, тек қана алға жылжыңыз, сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Сіз мықтысыз.